Kızıma mындай антибиотик aldım. Сейтмак врач berdi mаған. Значит, деп kızım қайтадан жүйделі күшейіп кетті. Қайтадан сосын врачыма барып сұрадым. Сосы сейтмакқа беріп қара деді, 3 күн берем. В общем, езілуі, мынам 10 мл су бар өзінің. Іші порошок. İçine құйып жібереді. İçi порошок болады. 10 литр суын құйып жібердім. Араластырамыз. Әмден қоймалжым болады. Өзім араластырамыз нағыз. Осы қыз не ауырып қалып, қайта ауырып қала береді, өзі ауырып қала береді. Зянем. Осы вирусты кетіру керек енді. Ферритин, анализ тапсырдық қой. Железаға, ферритинге. Мана врачына барып көрсеткенде ферритині бәрі нормально дейді. Тек D3-і аз деді. D3-і 80-дей болу керек дейді. Біздікі 40 болып тұр. Енді D3 ішу керекпіз. Жалпы мынандай құттай 1 жастағы балдарға қандай D3 берген жақсы. Астына комментарияға жазып кетсеңіздер жақсы болар еді. D3-іміз аз болып қалып тұр. Енді бұйырса осы сейтмакты 3 рет беремін. 3 күн. 3 күн берем. Сосын мынандай мұрын тазалайтын алдым. Мұрын буын шығаратын аспиратор. Бұйырса осымен емдеймін деп қараймын.